Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмді, салатты қыс мезгіліне арнап жабу жолын ұсынатын боламын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмай, бірге болыңыздар. Алдымен көкөністеріміздің барлығын жуып тазартып, өзімізге ұнайтын пішінде тураймыз. 4 бұрышты көлемінде турап жатырмын. Өте ұсақ та емес, ірі де емес, орташа көлемде турауға тырысыңыздар. Сәбізімізді де дәл солай. Баклажанымызды да. Баклажанның сыртқы қабығын ажыратып алып тастадым. Себебі баклажанның сырты ащы дәм береді, қышқыл. Егер алмайтын болсаңыз, онда турап салқын суға, тұзды суға салып қойыңыздар. Сол кезде ашуы кетеді. Болгар бұрыштарын да турап аламыз. Қызанағымызды да 4 бұрыштап тураймыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін қазанымызды қыздырып, 700 мг болатын сұйық майымызды құямыз. Оны да әбден қыздырып алып, үстіне бірінші пиязымызды салып қуырамыз. Жаңа сақталып туралған пиязымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Қақпағын жауып, 5-6 минут қуырсаңыздар, пиязыңыз жұмсаратын болады. Осы сәтте жақсылап араластырып, сәбізімізді қосатын боламыз. Бірінен соң бірін салған кезде міндетті түрде араластырып және қақпағын жауып, 5-7 немесе 8 минут аралығында қуырып алған жөн. Сол кезде біздің салған көкөністеріміз жұмсарып, келесі өнімдерді әрі қарай жалғастыра береміз. Енді баклажанымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да, қақпағын жауып, 7-8 минутқа тағы да қалдырамыз. Қақпағын жауып отыруды ұмытпаңыздар. 7-8 минут өтті дегенде болгар бұрышын салып араластырамыз. Яғни бұл салаттың ең маңызды фишкасы деп айтамыз ғой, осы көкөністердің жақсы қуырылуында. Әр көкөністі салған сайын 7-8 минут аралығында қуырып араластырсаңыз болады. Енді қақпағын жауып күтетін боламыз. Осы сәтте тұзын қосатын боламыз, яғни 3 ас қасық тұз қосып жатырмын. Қайнағаннан кейін дәміне қарай аз болса қоса жатарсыздар. Араластырамыз толықтай тұз еру үшін. Мінекей қайнап жатыр. Осы сәтте қызанағымызды қосатын боламыз. Қызанақты әрине ет тартқыштан өткізіп те қосады, бірақ та менің көкөністерім туралған болғандықтан барлығын бірдей турап жатырмын. Қызанақты қосқаннан кейін араластырмаймыз. Қақпағын жауып 7-8 минут аралығында күтеміз, яғни қызанағымыз біздің суын, шырынын беру қажет. Содан кейін барып араластырамыз. Мінекей жұмсарды. Енді араластырып қайнағанын күтетін боламыз. Мінекей қайнап жатыр. Енді газымыздың астын жай қойып, баяу отта 40 минут аралығында қайнататын боламыз. Аздап көбігі шықса алып тастайсыздар. 20 минуттан кейін сарымсақты қостым. Оны да жақсылап араластырамыз. Қайнаған сәтте негізі көп араластыруға болмайды, себебі біздің көкөністеріміз, яғни салаттарымыз езіліп кетеді қайнау барысында. Қызанақ қайнағаннан бастап баяу отта баппен қайнатсаңыздар жеткілікті. Бұл жерде видеоның жылдамдығын асырғандықтан сіздерге қатты қайнап жатырған секілді болуы мүмкін, бірақ та олай емес. Енді қызыл бұрыш, қара бұрышты қосамыз, немесе кәдімгі түйіршіктелген қызыл бұрыштарды қоссаңыздар болады. Оны да араластырып 10 минут қайнатамыз. Барлығын есептегенде жарты сағат 40 минут көлемінде қайнайды. Енді банкымызды суға булаймыз, яғни мен үнемі осылай булайтын боламын. Буланған банкімізге
салатымызды осы қайнап тұрған газдың үстінде тұрған кезде бастап құямыз. Көбісі баклажанды жапқан кезде айтады, атылып кетіп жатыр деп. Осы баклажанды буланған банкіге қайнап тұрған кезінен құю қажет. Сол кезде сіздің банкіңіз атылмайды. Егер де құттай суып қалатын болса, банкі атып кетуі мүмкін. Осыны да ескеріңіздер. Шетінен, яғни банкіміз парланып болған сәтте араластыра отырып, банкыларымыздың барлығына құйып, қақпағын жабатын боламыз. Қақпақты міндетті түрде ыстық суға салып алыңыздар. 10 минут көлемінде тұрса жеткілікті. Барлығын осылай реттілігімен құйып алып, закрывалканың көмегімен жабатын боламыз. Достар, менің видеом егер ұнаған болса, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жақсылап жабылған тексереміз, ешқандай да ауа, су шықпауы қажет. Қалған банкілеріміздің барлығында дәл осы реттілікті қайталай отырып жауып алатын боламыз. Жабылған банкаларымызды көрпеге орап, толықтай суыған күтетін боламыз, яғни 24 сағат көлемінде қалдырсаңыздар жеткілікті. Барлығын тексеріп аламыз. Сонымен біздің достар, салатымыз дайын болды. Қыс мезгілінде керемет, тәбетті ашарлықтай салат, тойымды әрі дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Замира.